Абайдың қара сөзінде әңгімеленетін басты мәселе оқу, өнер, білім, тәлім тәрбие жүйелері. Абай бұл мәселені өзінің қара сөздерінде айтпайтын кезі жоқ. Оған соқпай кететін өлеңі де, қара сөздер де аз. Қара сөздерінің 20 шақтысы осы ағартушылық пікірді қозғап отырады. Олардың ішінде 2-ші, 8-ші, 25-ші, 32-ші, 33-ші, 37-ші, 38-ші, 43-ші сөзі осы оқу, өнер, білім мәселесін көбірек қозғайды. Абайдың қара сөздері оның ағартушылық пікірін айқын танытатын еңбектер. Жазушының бұқаралық идеясының тиянақты тұрғысының биік сатысы. Ол қара сөзінде оқу, өнер, білім мәселелерін өте жоғары бағалап, өнер білімсіз надандыққа қарсы шығып отырды. Адамның санасы бірінен бірінің озықтығы осы білім асып, өнер асқандықтан білінеді деп, оны адамшылықтың өлшеуіші ретінде түсінді. Абайша ақыл, ғылым, ар, мінез кімде басым, сол адам артық және бағалы. 18-ші сөзінде тегінде дейді Абай: адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Онан басқа нәрселермен озым ғой демектің бәрі де ақымақшылық. Енді қарап тұрсаң дейді Абай, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ, сауда үйі жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Осы қасиеттерінен олар қазақтан озық жатыр дегенді айтады. Сондықтан қазақты, өзбекті келекет ететін орны жоқ. Ол халықпен дос болып, үлгі-өнеге үйренуге шақырады. Абай адам қоғамға пайдалы тұрмыс керегіне асарлы оқуды жақтайды. Оқу елдің ілгері басуына жәрдемдесерлі, замана талабына сай келерлі, өмірге пайда келтірерлі, шындыққа жеткізерлік. Әр нәрсені жеке танытарлық. Оқу, ғылым, қол өнерін тиген талап қояды.